ағаларымыздың барына Алла разы болсын. Абай атамыз айтады, ағайынның малы ортақ емес дейді, ақыл ортақ дейді. Осы ағаларымыздың ақылына, алдымызда жүргеніне, парасаттылығына біз мойындаймыз, бас иеміз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Бұл кісілерге Алла разы болсын. Жүздің үстінде біздің бабаларымыз шүлен таратты. Біздің Оразкелді бабаларымыз осының бәрін толық біліп, толық түсініп кеткен екен. Соны қараңыз, шүлен деген бұл қайырымдылық, мейірімділік. Біздің бабаларымыз қайырымды болған, мейірімді болған. Ол дегеніміз жомарттық, жомарттық дегеніміз батырлық екен. Батырлық деген әділдіктен шығар екен, әділеттіліктен. Әділ кім болады? Әділ адам білімді болады екен. Білім қайда? Білім Құранда екен, хадисте екен, ғалымдардың еңбектерінде екен. Сонда біздің Оразкелді бабамыз шүлен таратқанда ғалым болған, білімді болған, исламды, мәдениетті, тарихты сонша керемет түсінгенді. Сондықтан осындай шүлен таратып, қазақты мойындату оңай емес. Жақсының жақсылығын айт дейді. Әрқайсымыз өз жақсылықтарымызды біліп жүргеніміз дұрыс.